Құрметті қазақ елі, ел жұрт ұрпақ, Мағжан аман ба. Мен есімім Сәбитхан болады, өзім заңгер боламын. Bir қанша дегенмен халықтың арасында жүргеннен кейін көптеген ел аралап жүреміз, бәрін қарап жүреміз ғой біз. Содан бір тұжырымға келдім. Енді білесіздер, 91 жылдан бастап 30 жыл Назарбаев билігінде отырды. Ол білген істеп кетті, оның туысқанда рахат пейіште өмір сүріп кетті бұл өмірде. Бірақ енді қарап тұрсаңыздар, 2019 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев билік келді ғой. Бірақ билік келгеннен кейін бұл сол жылдар естеріңізде болса, Тараз қаласында бір Папина деген бір диаспора өкілі жаңағы итімді вет қызметкерлері атып кетті деп, итін құшақтап Жамбыл облысы әкімінің Бердібек Сапарбаевтың алдына барған еді, өзінің дауын айтуға. Енді ол иті мойнында жаңағы белгісі жоқ, ондай жоқ болған вет қызметкерлері атады ғой. Соны енді мен итімді атып кетті деп даумен айтып барған кезде, бұл Бердібек Сапарбаев қызметтің соңғы жылдарын ұмытпасам, марқұм. Сол кезде жаңағы Папинадан итің өліп қалды деп көңіл айтты ғой жаңағы. Неткен сұмдық, бүкіл біз таң қалдық ше. Ол жерде айтып отыр, сіздің итіңіздің мойнында белгісі жоқ еді, сіз не деп даулап тұрсыз деп. Егер қазақ сөйтіп келсе, қазаққа өйтіп айтатын еді. Енді содан кейін басталып кетті біздің Қазақстанда иттердің құқығын қорғайтын, жаңа оған ақша бөлініп кетті, тендер бөлініп кетті ит мысыққа. Содан кейін оларды жаңағы соларды өсіретін, қарайтын жаңағы қаржы бөлініп кетті біздің бюджеттен. Содан бұл жерде таңғалатын біздің қазақ ұлты өз жерінде кедей болып, баспанасыз болып, балдарына не тамақ берем деп көше сыпырып жүр қазір әйелдердің өздері. Сен отбасын асырау үшін жұмыс жоқ, дипломы жоқ мысалы, заводтар жоқ. Соны қарап тұрсам, енді сол иттерге ақша бөліп жатқан кейін бәрін ызасы келеді. Енді қараңыздар, мән беретін жағдай. Жақында біреу шығып, мен президент боламын. Бірінші баяғыда иттердің бәрін шара қолданамыз. Олардың жаңағы иттің жүнінен жаңағы жетім балдарға шұл жасап береміз, иттің терісінен жаңағы айкиім жасап береміз. Олардың иттің сүйек майынан жаңағы сол жетім үйдегі балалардың бүкіл халыққа болсын, жаңағы бір өнім шығарып береміз, кір жуатын немесе сабын істеп береміз деп айтып, содан кейін барып жемқорларды ату жазасын әкелемін, қылмыскерлерге ату жазасын әкелемін деп айтатын болса, халық зәбір көріп, сол адамға дауыс берейін деп тұр. Сонсыздар ма? Әптен қазақ халқы шаршады. Сонсыздар ма? Иттен де, қылмыскерден де, жемқорлардан да. Мына жабайы жүрген иттер жүр ғой енді. Жаңағы оларды ешкім аталмағаннан кейін, олар қазір біздің оқушыларымызды мектепке барған немесе кейбіреулер талап жатыр. Оған ештеңе істей алмайды. Не істейді? Полицияға хабарласады, болды. Немесе вет қызметке хабарласады, оны алып кетеді, оларға арғы иттің не болғаны белгісіз. Бірақ енді иттің көбейгені рас. Себебі сол себептен сол айтайын дегенім, халықтың миы шатасып кетті. Не істерін білмей жатыр ше. Болашағын, ұрпағының болашағы не боларына халық күмәнмен қарап отыр. Бұл ең дұрыс емес жағдай негізі. Қазақ елі, өзіміздің айтқанымызды істеткіздіретін президентті, өзіміздің айтқанымызды істеткіздіретін әкім болу керек қой біз бұл жерде. Бұл халықтың деңгейі кетіп бара жатыр, ашу ызасы. Жақсы, сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті қазақ елі. Бүгін әлеуметтік желіде ақпарат көздерінен көріп отырмыз ғой. Кезінде енді Әлихан Смайылов премьер-министр кезінде бір жақсы нәрсе жұмыс жасап кетті. Қалай десем болады.